Әліппе неге қарап жазылады? Әліппе оқу бағдарламасына қарап жазылады. Осы оқу бағдарламасының мазмұны осы 19-20 жылдың көлемінде осы қанша ғалымдармен жаңа айтып жатырмын, 34-тен астам ғылыми негізделіп, зерделеніп, үтір нүктесіне дейін ол жаңағы осы сауат ашудың бұрынғы бағдарламасындағы қозғалмаған, айтылмаған, үтірі қалған жоқ оның. Ол ғалымдардың қайтадан қайта талдауынан өтті. Бір тамаша керемет принципі бар Байтұрсыновтың өзінің ұстанымдарында. Ол жаңашылдық деген нәрсе. Жаңашылдық. Жаңа Гүлфар Мәжитқызының айтып отырғаны да сол. Ол басқа әліппелер ары қаратай жаңа неге жетілдірілді? Себебі Байтұрсыновтың өзінің жаңағы ұлағат өсиет сияқты айтып кеткен. Ол өзінің жаңағы баяншы басқадай жаңа әдістемелік еңбектерінде осы нәрсені айтады. Ол өсиет қылып айтады. Менің әліппемді ары қаратай жетілдіріп толықтыруларыңыз керек. Өйткені заман басқа болады, қоғам басқа болады, бала басқа болады. Соның талабына қарай сіздерге жетілдіріп отыру керек деген нәрсені айтады. Сондықтан да бұл бірінші жаңашылдығы, екінші менің айтқым келгені жаңа бір ауыздарыңызға алып қалдыңыздар, жаңартылған білім мазмұныменен жасалған әліппе деген нәрсені. Дұрыс, жаңартылған білім бағдарламасы бойынша біз тілдік пәнді әліппеден бастап оқытқан кезде 4 дағдының негізінде оқытамыз: айтылым, жазылым, оқылым, тыңдалым деген сияқты. Енді Байтұрсыновтың өзінің керемет сөзі бар. Балаға дыбысты естірт дейді, естігенін жазғыз дейді, жазғанын айтқыз деген нәрсе. Сонда қарап отырсаңыз, осы 4 дағдының өзін Байтұрсынов өзінің сөзінде бірақ жолменен айтып кетеді. Ол енді осы жаңартылған білім мазмұнымен астасып, ұштасып жатқан жоқ па? Сондықтан да міне көрдіңіз бе? Осы бір ғасыр болса да, сол уақытта осы нәрсенің барлығын керек екенін, баланың яғни алған білімін өмірде қолданатындай, оның сауаттылығын дамытып отыру керек екендігін көрегендікпен айтқам. Сондықтан да осының бәрін көріп, біліп, осы қазіргі әліппенің мазмұнына ғалымдар оның барлығын салып отыр міне.